Амангелді Иманов аты аңызға айналған адам. Қазақстан тарихында аса көрнекті тұлға. Амангелді Қыпшақ руынан шыққан езілгендердің қорғаушысы, батыр және патшалыққа қарсы көтеріліс жетекшілерінің бірі, интернационалист, 1918 жылдан коммунист. Кейбір мәліметтерге сүйенсек, Амангелді Кенесары ханның үзеңгілесі болған, атақты Иман Батырдың немересі. Амангелдінің есімі қазақ кедейлерінің қорғаушысы ретінде 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліске дейін белгілі болған. Көтеріліске дейін ол сот процестерінде кедей қазақтарды қорғап, түрмеде қамауда отырған қандастарының жағдайын білу үшін түрмелерге барып өз көзімен көрген. Бірақ оның жұлдызы Торғай облысында патша саясатына қарсы көтерілісті басқарған кезде жарқырады. Торғай көтерілісші қазақтары Амангелдіні Сардарбек, яғни қолбасшы деп жариялады. Ол отрядтарда қатаң тәртіп орнатты, көтерілісшілерге қаруды қолдануды үйретті және ұрыс жүргізудің ережелерін үйренуді талап етті. Көтерілісшілер жергілікті билік органдарына қарсы бірнеше шабуылдар ұйымдастырып, Торғай қаласын қоршап алды. Бұл операцияда Амангелдінің ұйымдастырушылық және әскери таланттары айқын көрінді. Оның сарбаздары жау жүректілік пен жанкештіліктің үлгісін көрсетті. Патша үкіметі Амангелді жауынгерлеріне қарсы тұру үшін жазалаушы әскерлерді жіберуге мәжбүр болды. Жаудың негізгі қарулы күштері келгеннен кейін ғана 27 күннен кейін Амангелді өз әскерін алып кетті. Атақты қазақ ақыны Жамбыл Жабаев біздің кейіпкерімізге осындай жолдарды арнады. Ардагер Амангелді ердің ері, кең өріс жалпақ дала туған жері, елі мен мекенінің туын ұстап, қол бастап қан майданда аққан тері. Ленинді жаны сүйіп соңына ерген, жауына ажал оғын тартқан мерген. Шешеден ел қамқоры ұл боп туып, ер болып майданда да ұл боп өлген. 1918 жылы Компартияға кірген Амангелді Торғай уезінің әскери комиссары болып тағайындалды. Сол 18 жылдың наурыз айында ол Орынбордағы кеңестердің облыстық съезінің жұмысына қатысты. Ал Жангелдинмен бірге азаматтық соғыс жылдарында қазақтың алғашқы ұлттық қызыл армия бөлімдерін құрып, Колчак тылындағы партизандарға көмектесті. 1919 жылы сәуірде Амангелді Иманов тұтқынға алынып, қала азат етілгенге дейін бірнеше сағат бұрын атылып кетті.